Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жып-жұмсақ алма қосылған пирог әзірлейтін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға сгущенное молокомызды саламыз. Жұмыртқамызды, сұйық майымызды, қопсытқышты, електен өткізілген ұнымызды барлығын салып, жақсылап біріккенше араластыратын боламыз. Дайын болған массамызды формамызға құйып дайындап қоямыз. Енді салмасына алма салатын боламыз. Алманы міне видеода көрсеткендей етіп турап дайындаймыз. Дайын болған массамыздың үстіне алмамызды видеодағыдай қойып шығатын боламыз. Енді крошка әзірлейтін боламыз. Ыдысымызға ұнымызды, қантымызды және бөлме температурасында майымызды салып, қолымыздың көмегімен крошка әзірлейтін боламыз. Дайын болған пирогымыздың үстіне крошкамызды сеуіп шығатын боламыз және алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қыздырып 25 минутта пісіріп шығаратын боламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.